Баршаларыңызға күн қайырлы болсын. Бүгін сіздермен банкада жасалынатын осындай ерекше тағам түрін бірге жасайтын боламыз. Арнаға қосылып, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Тағамымызды жасау үшін бізге осы заттар қажет болады. Алдымен етімізді жақсылап турап аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай етімізді толықтай турап болдық. Ендігі кезекте пиязымызды жақсылап біркелкі тураймыз. Пиязымызды етіміздің үстіне саламыз. Ендігі кезекте пиязымыз бен етіміздің үстіне дәміне қарай тұз саламыз және де дәмдеуіштер саламыз. Мен мұнда ешқандай дәмдеуіш салған жоқпын, себебі менің етім өзі маринатталған болатын. Қазыдан маринатталған кезде азғантай бөлігін маринаттап, мен морозилькеге салып қоямын. Сол етімді істетіп жатырмын. Сіздер дәміне қарай өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштеріңізді салуларыңызға болады. Міне осылай кезектестіріп барлық масалықтарымызды турап саламыз. Сәбізімізді тураймыз. Міне осылай турауды жалғастыра отырып, ендігі кезекте сарымсағымызды да тураймыз. Барлық заттарымызды турап алған соң, ең соңында қырыққабатымызды тураймыз. Қырыққабатымызды майда қылып турау қажет емес. Үлкендеу қылып турап, оны араластырмаймыз. Оны жеке қойып қоямыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды құйып алып, барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді біз банкамызға дайын болған массамызды саламыз. Көріп тұрғандарыңызға азғантай салып болғаннан соң қырыққабатымызды салып жібереміз де қайтадан массамызды саламыз. Осылай 2-3 мәрте қайталап қырыққабатымызды арасына саламыз. Айта кететін бір жайт, соңына жақындаған кезде осылай үстінен кішкене басып жібереміз. Себебі біздің арасы бос болып қалмау керек. Міне біз массаларымызды банкаларға орналастырып болдық. Енді бетін жауатын боламыз. Пешімізге алдымен банкаларымызды салып, содан соң 180 градусқа қойып пісіреміз. Міне бұл бізде жарты сағаттан кейінгі көрініс. Үлкен банкыны 90 минут, кіші банкыны 60 минут пісіреміз. Міне біздің керемет дәмді болып шығатын тамағымыз пісті. Дәмі өте керемет болып шығады. Өте ерекше тағамдардың бірі. Жасап көрулеріңізді ұсынамын. Видео ұнаса лайк және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Кездескенше.